біздер обязательно мақтау керек немесе тек жақсы жағын айту керек деген сияқты. Любой нәрсе, короче, реально не испытать етіңдер, соның бәрін айта беріңдер. Активист дейсіңдер ма? Иә. Негізі мен осы кезге дейін онша ұбт-ға мән бермегенмін, шын айтайын. Енді мен қарадым да, осы кезге дейін мен жұмыс істедім, үйттім, онша ұбт-ға мән бермедік екеуміз де. Сонымен бір күні мен сыныптасты көрдім да. Жоқ, негізі Джоны мен осы 11-ші классқа өткеннен бастап Джоны қараймын да, өзім андай мотивацияларын оқимын. Жоқ, приложениесін жазып, Instagram білмеймін мен бар екен. Но несінен қараймын да, жаңағыдай сайтынан қараймын да. И одан мен көремін, жаңағыдай мамандықтар көремін, универлер көремін, қандай жерге қандай балмен түсу керек. Оқып, мынау жақсы екен деймін да. Соны қарап жүремін, күнде оқып жүремін. И бір күні сонымен августтың тестін тапсырдық. Август деппін ғой, қаңтар айының тестін тапсырдық. И одан кейін тест тапсырып болғаннан кейін қанша балл алды? тұрдым да, сонымен мен өзімнің қанша балл алғанмын, короче 40 балл алдым мен. Мен 54 походу, 60. Сосын, короче, ойланып отырдым и анау сыныптастан көрдім да, Джоның приложениесінің несінің астына иінің жазсаң, короче, сен баллын шығарып береді. И тұрдым да, сол жерге сразу иінім жазсам, и 40 балл деп шығарып берді да маған. И дальше түсіп жатырмын, айтып жатыр, сен осындай істеуіңе болады, өйтіп істесең осындай болады, или мынандай жерге түсуіңе болады деп сондайлар айтып жатыр. И тұрды да, соңында бір нәрсе шықты. Короче, сіз бізге оқисыз ба дейма, или сондай бір нәрсе, мән берген жоқпын онша. И басы салдым да, нечайын бір нәрсе ойланып, и шығарып жібердім да сразу, бір нәрсе болып кетесің деп. И сосын шамалдан кейін звондады маған. И айтты, осылай сіз дайындаласыз ба, бізге қатысасыз ба, сіз звондадыңыз иә? Сіздер қатысасыздар ма деп, сосын и жарайды дедім, ойландым да. Например, қарап отырсаң 60 мың 4 айға, и еще грантқа түсіп, нелеріңді айтады, жолдарын айтады. Мысалы, ойланып қарап отырсаң, олай керек нәрсе де. Ертең маған айтып жатады ағаларымыз, тапсырған кезде андай көп адам тапсырған жерге тапсырма деген сияқтылар айтып жатыр. Әрқайсысы әртүрлі айтады да. Ол мысалы сен біреуінікін істесең, ол болмай қалып, басқаша болып, сен түсе алмай қалуың мүмкін да, может да. Енді сосын айтады, мына жерде сен маған түсең, маған конкретно түсесің деп та, сосын менен андай ой болды. Сондай мысалы бұл Джо жаңағы ұбт тапсыратын бірыңғай ұбт тапсыратындармен бірге не да, короче, серіктес дедім, қалай солай болды деді. Иә, сонымен бірге байланысты деді да. Бұл кісілерде қалай түсетін түспейтін білет нақты деген сияқты ақпарат көрдім да, оқыдым да Инстаграмнан. И сосын ойландым уже, и сосын папаға айттым. Папа осындай жер бар екен, короче, и мен қатысайын дедім. Соны папа айтты, 4 айға 60 мың екен деді. Бұрын біз екеуміз 50 мың ма сондай төлейтін. Короче, бізде ондай не жоқ, андай. Мен әжем совет үкіметінің кезінің адамдары, ол кісілер андай сенбейді, типа ондайға анаған звондап сұрап көреді, маған звондап сұрап көреді. Мен білдім уже, жаңағыдай болатын нәрсе екен. Көп ол просто алданған, не істеген әйтеуір білеміз деген сияқты айтады да бізге. Соны мен түсіндім, что болатын нәрсе екенін. Соны папаға айттым, папаға 2-3 ауыз сөз айтып осындай. Сізде папа түсінбейсіз ғой, в общем, жақсы жермен біліп тұрмын деді. Папа мені әрдайым қолдайтын адам да, алтын адам. Всегда айтады, көр дейді, болдым. Сосын жарайды дедім, ол кісі ақшасын аударып жіберді. Біз қатысып бастадық. Әжеме бірақ ұзақ түсіндірді, сіздің өзіңіз түсіндірдіңіз. Сондай болды. Мен сендім, что бірден білдім, осындай нәрсе болады. Жоқ, мектепте жоқ. Бізде қазір мынандай болып тұр, примерно последний 3 жылда ма, короче, мектеп міндетті емес дайындауға деген әңгімесі болып тұр. И одан кейін мектеп онша қатты мән беріп, короче, бізде мектепке сәби деген фонд бар. Содан қарайды, MCDC ма, сондай не бар, сол береді деген. Ол кісілер тоже есіне түсіп кетсе жазады. Походу, мен вообще кірмеймін оларға. Онлайн тоже үйретеміз дейді да, тоже арасында жазып тұрады, осындай бүгін сабақ болады дейді. Біреу кірсе, біреу кірмейді. Мен мән бермеген, жұмыс істеп, барып бергенбіз да біз. Бойынша өз басым өйтіп ұбт неден қорқып тұрған жоқпын. Бойынша бірақ просто бір жаман несі мен ата-анамды подводить еткім келмейді да. Мысалы сол кісілер хотя басында оқуға түсіп алсам, мен Алматыға жібергенде оқуға түсе алмайды десе ұятын әңгіме ғой негізі. Сосын сол әйтеуір бір оқуға түсіп кетсек, болды уже маған керек емес не деген. 4 жыл уақытым бос жібергім келмейді да. Әйтеуір сол кісілердің үмітін ақтадым деген сияқты оқуға түссем болды деп тұрмын. Бұның алдында қандай курстар алдың? Сол Қазбілімге ғана бардық қой деймін. Қазбілімге бардық. Қасымызда достарымыз айтқан, Юстади жақсы деп, біз бұрын неде физматта оқығанбыз, сол кезде Юстади тапсырдым всегда. Юстади тоже жақсы деді. Балалар барып жүр, олар да жақсы балл жинап жатыр. Сосын Арыстан онлайн бір дос қызымыз оқыды, ол да тоже не болды. Сосын ол Ақтауға барып оқыды. Тоже 12 сағат па дайындайтын жер, анау азаннан кешке дейінше.
Сондай жерлерде дайындайды. Иә 123 сондай баға алып жүр екен қазір. Қазір ол өзі дайындалады, а? Қаңтардан 98 ба сондай алып ғой. 96. Сондай короче 100-ден асырды. 100-ден асырған жоқ. Асырды. Сондай бірдеңе короче. Неде 90 мен 100-ден арасы. Қандай мамандыққа түскің келді? Менеджмент. Не үшін менеджмент? Білмеймін, маған андай не істеген ұнамайды. Андай типа 4 жыл оқып, диплом алып, бір 150 мың зарплатамен өмір сүрген ұнамайды да. Әрдайым движениеде болып, только бір жақтан дамығым келмейді да. Жаңағындай не бар мысалы, би керек па, би типа мысалы андай басқару керек па адамдар, мысалы менеджерлік қызметтер, кез келген барлығын істеп көргім келеді. Тек андай бір немен шектелгім келмейді. Менікі технический вуз, мысалы жаңағындай енді просто главный неге түссем, университетке түссем, мен дальше больше өзімнің жаңағындай істейтін нәрсем бар, оқитын нәрсем бар, пландарым бар, соларды орындасам деп ойлаймын да. Ол технический вуз дегендер мысалы ол прям қатты оқытпайды ғой былайынан. На самом деле қарап отырсам, ол қатты оқытпайды мысалы да. Сондайларға кіріп, мен оқып, типа қазіргі заманда ол жаңағындай диплом болса болды деген әңгіме да. Но бірақ ешкім дипломмен жұмыс істемейді да ше. Характер. Бірақ енді университет жаман, университеттен оқып шыққан адам ақша көп таппайды деген әңгіме емес. Но бірақ енді әркімнің өз ойы да. Енді біздің ойымыз сондай жаққа кеткен да. Біз қазір онда университет деген қызықтырмайды да қатты. Но бірақ енді түсу ойда бар. Иә, әке-шешеміздің де ата-әжеміздің бәрі арманы, тілек айтса, не айтса, осы екеуі грантқа түссін, осы екеуі грантқа түссін деп. Мен неге түскім келеді? Кимэп, сосын ана Алмаюға. Қазір Алмаюға түскім келіп жүр, алдында 5 күндік несінен өттім. Сосын тағы бір нелерде болған. Астанада 1-2 универ бар, ұмытып қалдым аттарын. Байынша енді Алмаюға түсесем деген. Мен атуға түскім келеді. Негізі мен өзім нені қалағам, Көкшетаудағы МЧС-қа түскім келді. Мен 9 класстан бастап мен МЧС-қа дайындалғам. Соған түсем деп жүгіріп, отжимание, турник барлығын дайындалдым. Короче, әжем айтты, ондай алысқа жібере алмаймын, мен көз алдымда жүресің, короче, ондай болмайды. Там сен біреу алып кетсе, тағы біреу бір нәрсе болса, сен кім жауап береді? Негізі екеуміз де дұздайызбыз. Қазір қатты емес, байша алдындар айналыстық 2 жылдай. Өзім негізі кішкентайымнан 8 класстан бастап оқып жүргенде бір кісі спецназға дайындалып жүрді. Спецназға дайындалып кәдімгі біздің неге тренажерный залда ма, сол жақта дайындалды, кәдімгі жүгіріп. Мен соған қызықтым да, мен де ойладым, спецназ болсам жақсы ғой деп сол жерден бастап дайындалдым. И одан кейін айтты, типа бұл опасно деген сияқты айтты. И өзім де уже өсе келе әртүрлі ой қалыптаса береді ғой. Енді кішкентай болғанда жаңағы ғарышкер боламын деген сияқты айта бересің, өскенде басқа нәрсе боласың да. Соның сияқты мен шамалы ойландым да. МЧС-ке түсем деп дайындалдым, оны зерттедім, адамдармен таныстым, сөйлестім. Олар айтты, қалай болады, жаңағыдай не істеу керек, қай класстан бастап не қыл документ тапсыру керек. И оның бәрін ойладым. Мен одан кейін тұрды да, әжем жібермей қойды. Бармайсың, короче, көз алдында жүруің керексің деді. Оған мысалы МЧС-ке барып келсең, сен барғанда уже бастапқы 1 айда сен көзге жақсы түсіп жатсаң да, если сені мысалы Россияның 5 қаласына жібереді да, мысалы 5 қаласына 5 баладан ба сондайдан жібереді да, короче. Сен мысалы ояқта оқып келсең, вообще высший болып келесің да. Сондықтан ойладым да. Но білмей тұрмын, мен өзімде әлі шеше алмай тұрмын да. Мен басында Түркияға түскім келген. Түркияда қатты оқығым келді. Қымбат болды. Гранттар бар деді, бірақ білмеймін, до конца қуаламадым, қымбат екен. Түркияма мен ағаларым да оқиды сияқты. Ағаларым болғанда жаңағы алдымызда бітіріп кеткен ағаларым да оқыды. Сосын маған өзіме Түркия ұнайды. Шетелде жүргім келді, Қазақстаннан онша емес. Болашақ шетелге кету ғой. Бізде андай бізде кейбіреулер бар. Андай бүйтіп, мысалы, егізімен естейді. Біз мысалы кішкентай кезімізден даже садикке баратын кезде бірдей киінгіміз келмейтін түгін. Бізде всегда әке-шешеміз бізге таңдау береді. Мен әкем де алтын адам, анам да алтын адам да. Ол кісілер, мен әкем мысалы бірдеңе істеймін деп ешқашан қарсылық білдірген емес. Кішкентай кезімізден бастап әр жерде жүргенбіз. Мысалы мен Шымкентте болдым, қанша 1 айдай болдым, 1 айдай болдым. Мысалы Нұра неге басқа жерге барды, Қапшағайға барды деген сияқты. Біз сондаймыз да, ондай бір жерде жүру деген сияқты онша ойлай бермейміз. Біз бірақ көбіне мысалы үйде күніне 2 рет паразам шықпаса баса ұрады деген сияқты. Қаншасы мен 1 апта бұрын, так 1 апта бұрын мен оқып жатқан 3 апта болды. Сондай 3 апта бұрын. Так біз 27-ші январь, январдың 27-сі. Иә?
деңгей анықтау тестіне өттіңдер ма? Иә. Қанша болды деп шығарып кеттіңдер? Мен бір апта қатысым 62 болды ғой. 62 болды ма? Сен мен 40-тан 48 болдым. 48? Мен бір апта болды қатысқаныма. Негізі өзім дайындалып кәдімгі конкретно тапсырғанның өзінде көшіріп тапсырған өзінде 52 балл алғам. Ал өзім тапсырып 48 балл алып кәдімгі қуанып қалдым өзімде. Негізі тарих дегенді қайта алмайтынмын мен. Оқымайтынмын тарих дегенді мысалы. Бірақ енді мектепте бағашын оқыдым. Бірақ енді шығып кетеді екен да ол басында. И осы қазір мен джодан мысалы бір тақырыпты өтем и кітаптан қараймын да мысалы ана жерде айтқан джода өтеді ғой, түсіндіреді ғой ол жердегі, бірақ кейбір сұрақтар жоқ та, маған келген сұрақтардың ішінде жоқ ол сұрақтар. И соны жынданып кетемін да, осыны бірақ ол маған тапсырсын, жаңа ізденсін деп беріп отқан шығар деймін да. И қайтадан дальше іздеймін, таппаймын, наугад белгілей саламын. Қайтадан келесіде айналып келеді. Сосын қайтадан есімде шығып кетеді. И сосын примерно бүйтіп жобалап тұрамын да, и соны басамын, и сол дұрыс болады, короче. И сөйтсем да сөйтіп есімде қалады да. И сосын тест тапсырғанда да, мысалы мен қазір тас дәуірінен мысалы неге оғыз қимақтарға дейін келдім ғой мен осы кезде. И сосын дальше ары қарай жаңағыдай мысалы бір нәрсенің бір ханның мынандайыншы жылы деген сияқты. И сосын мен ақ орда мен алтын орданы жаттағанмын, короче. И екеуінің ортасында разницаны есептеймін да, короче. И екеуін жобалаймын да, короче, сөйтіп белгілеймін да. 15-тің 9-ын, 10-ын сөйтіп аламын да. Негізі пайди жаңағыдай видеомен түсіндірген дұрыс, чем ауызбен айтқаннан гөрі. Анда мысалы бірдеңе айтып жатса елестетіп жаттасаң тез жаттығасың. Мысалы мен сондай болатын, өлең көп, мен өлең жүргізуші болған кезде андай береді да, сондай жаңағы примерно бүйтіп оймен жаттап аламын, и ол мен смело қалады ойымда уже қазірге дейін бар мысалы ол тексттер нелер ше. Ал жаңағыдай видеомен көрсең де тоже анау мысалы жаңағы мысалы чоппер деген зат мысалы шабатын мысалы чеманың түрін көрген жақсы да, біреу ауызбен айтса примерно елестетесің, бірақ көзбен көргенде жақсы жатталады да. Жойдағы ма? Ең қаншетін тарих. Негізі маған келе береді негізі. Физика өткенме где-то бір 3 күндей ма болды, уже мен дәптердің уже біраз жерін уже толтырып тастадым да. Маған бір жақсы да Джон неғылады да, есепті айтады да, есепті қарап отырсаң астында нұсқау деген бар екен да, мен оны үшеуін басып тастағанмын ғой. Сосын есеп шығарамайтын, балай шығарамын, анау берген формулаларды қарай шықпайды. Мен шығарам, ана жерде басқа нәрсе беріп тұр да, жынданып кетемін, тез ашуланып кете беремін. Тастай саламын да кетіп қаламын, шамалмен келемін, қараймын. Орындау керек қой, просто жұлдыз алу керек, еще сондай. Өзіңе де жақсы да, сол. Ойланамын, қараймын. Астына қарай түсемін ғой, нечайын астына түсіп кетеді, астын қарасам, сондай жауаптар бар екен да, оказывается, ол осы тең осылай болады деген нәрселер бар екен да, и соларды көремін да. Примерно ойлап отырып сөйтіп 10-ның жасыл қылып қоямын. Бірақ ойланып шығарамын, шығарамай айтсам қайттан қараймын да, сөйтіп шығарамын. Сосын кеше тренажерді қарасам 30 есеп беріпті да, 30 есептің, короче, 3-шісін ба 4-шісін шығарып атсам, істемей қалады. Мен қазақта ана есепті шығарғым келіп тұр да, істемей қалады оны. Шығарған келмеген кезде толып кетеді да, шығарған келген кезде істемей қалады да. Сосын қойшы дедім да, сосын жаңағы сізге звондадым, айттым, істемейді деді, уже 2 апта болды, физика дұрыстап қарамаған. 3 күн болды, 3 күн қарадым, нормальный нәрсе еске түсті, оказывается, біледі екенмін дегенше. Біз сол неше 9-шы сыныпқа дейін ғана оқыдық, одан кейін уже баға үшін оқыдым. Мен білетін примерно сабақтарды қараймын. Сосын менде қанша баға бар, қашан 5 шығамын деген сияқты. Сабақ оқымайды, ол только бүйтеді, мысалы, бұл кітап оқиды да, сондай әркімді зерттейді сондай да. Сонымен тұрады, бүгінгі тақырып қандай, географияда мысалы, бүгін Қазақстан тарихының мынандай дейді да. Кім айтады, Айбол оқымайды, апай мен шайын дейді, сұрады да жаңағы тақырыпқа келтірген әңгімелерді айтып береді да. Айбол, базар жоқ, саған бес қоямын, бірақ шамалы кітаптың да нелерін қостай дейді да, жарайды дейді да, екі абзацын оқиды да, и соны айтады да, и дальше өзінің сөзін айтып кетеді, короче, сөйтіп салады. Білмесем андай 2-3 терминін оқып аламын, сосын жаңағы біліп аламын, анықтамасын айналдырып арасында қосып жібересің, айтып жібересің. Сен сөйтіп не істейміз, бірақ сабағымыздың барлығы 5, ондай не емес. Мысалы қазіргі неде бар онлайн мектеп ұнамайды маған, орындағым келмейді. Просто бүйтіп мынандай-ақ текст, сосын еще артынан сұрақтар қояды да. Білмеймін, біз неше 2 рет аштық, қалған бәрін қыздар ойнайды бізде. Онлайн мектеп. Жаңағы сабақ өтетін жер ше. Біз андай не қылмаймыз, көп нәрсе берілді ма, біз до конца соны бүйтіп қарамаймыз, логично ойлаймын өз басым ше. Мысалы жаңағы нұсқаулықты мынау білмей отыр, мен бірінші күні-ақ тауып алғанмын. Бір қараймын да, бір нәрсе берілді ма, бірден қарамаймын оған. Бүкіл айналасында не бар, барлығын қараймын, сосын бір қорытынды шығарып дұрыс болады. Соңында ше. Мен қарамаймын, апыр-топыр сразу. Нұра рисковать етеді, всегда рисковать етеді. Мысалы, бұл андай не істемейді, бір жолмен жүрмейді, бәрін көре береді да. Бәрін көре берген, короче, андай
қарамайды, бір нәрсе болмайды, жынданып кетіп соны бүйтіп жеткісі келеді да. Ал мен бәрін қараймын да, тез бітіремін да, жата беремін да. Ұнамайтын сабақ жоқ менде. Мен негізі жоқ, қызық шынымен де. Мен өзім таңдадым. Қызық деп мен онша не қылған жоқ, мән бермеген баста. Айттым мен барлығына жоқ, қатысайық, келіңдер, типа сендерге нормально болады деймін. Сонымен көбісі кезінде бәрі басында қосымшаға қатысты. Сонымен мектеп ашылады деді, сонымен бәрі шығып кеткен ғой. Сонымен бәрі қайттан кіріп, бірақ көбісі қазір үйден оқып жатыр. Бірақ айттым барлығына жоқ, қатысайық, осындай керемет болып жатыр. Мен айтамын, бәріңе шанс бар, по идее, не істеуге, мысалы, оңай болады дедім да. Сонымен түсінген қарады, түсінбеген не істеген жоқ. Типа әркім қазір өзім білемін деген сияқты жүрді. Қай курста оқып жатыр? Көбісі не? Бір дос қызым бар, ол сентябрь басталмай жатып бастады, Қазбілімде. Ол да қазір нормально. Екінші класста өзі 11-ақ па сондай бала. Ол біреу Ақтауға барып оқып келді. Содан кейін не істеді? Одан кейін жақсы дайындалып кетті. Одан кейін біреу бар. Короче, әрқайсысы біреу Жаркентте қатысады, ана ауылдарында қатысып жатыр ше. Бізде мектеп интернат көп. Бізде мектеп интернат. Әр жақтан әр жерден жиналып келеді да, короче, солай оқиды. Біреу Жаркентте жаңағыдай, әрқайсысы әртүрлі, біреу жаңағы неде ауылда, қалада деген сияқты ғой. Дайындықта нені өзгертер едіңдер? Именно біздің сабақтарда видео болсын, тренажерка болсын, вообще в целом. Негізі маған өзіме ұнайды, осылай жақсы. Барлығын андай болса, типа, мысалы андай сұрақ болады, видеода ше, бөлек нәрсе көрсетеді, сұрақта бөлек нәрсе қойылады ше. Мысалы сұрақтан аяқтан тас ғасыр туралы айтып жатса, мына жақта бір арасында бір 4-5 аналитика бірдеңеге кетіп қояды да. Сонымен ойланамын да, бұндай нәрсе болмайды ғой деп ше. Сонымен да ладно, өзім табамын да істеп келіп суретке түсіріп аламын. Солай атак бойынша күшті. Өзім таңдаған пәндерім мен ешқандай өкінбеймін. Ол жаман емес, не емес деп жаман деп айта алмаймын. Мен соңғы кезде мынаны білдім. Мен бұрын бүйтетін Қазақстан тарихтан где-то 9-10 аламын. Мат сауаттылықтан 17-18 аламын. И сосын так оқу сауаттылығы. Короче, матса оқумен нені ғана істеймін да, екеуінен нормально ала алсам уже болды деген сияқты болатын да. И оказывается қарасаң, математика мен физика 45 екен да, ол екеуі 12, там 9 сондай да. И кейде наугад бере салатын, бәрін наугад беремін. И оказывается сол екеуіне мән беру керек екен ғой, мен екеуіне мән бермеймін да, үшеуіне мән беріп жүрмін да, жаңағындай ше. Олар оказывается 15-20 балдан екен, ал физика мен математика 45 екен да. Енді соған мән беріп, енді физика мен математика енді дайындап отыр. Маған айтады, сен 75-85 аласың дейді. Но маған сол болады. Потенциалын көтеріп тұрған ма? Керемет. Сәк мен маған шықты 89-90 дедім, әлі 99-89 дедім, сондай еді. Мен байынша өзім жеткенін көремін, жетпесе сонда бір неге түсе саламын универге. Перғанына. Ондай қатты не жоқ, бүйтіп мынаған түсемін, мынандай оқимын деген сияқты. Менеджментке түскім келеді, менеджерлік қызметке. Сенің бірден